Дидактикалық ойын, заттар неден жасалған? 4-5 жастағы балаларға арналған ойын түрі мақсаты, балаларға адам өмірінде қолданылатын заттардың неден жасалғаны, маңыздылығы туралы түсінік беру. Заттардың қолдануы, жасалуы туралы түсініктерін, сөздік қорын дамыту. Үлкендердің еңбегін бағалауға, айналасында қоршаған әрбір затқа қамқоршылықпен қарауға тәрбиелеу. Ойынның құрал жабдығы, бірнеше ұяшыққа бөлініп, ламинаттап жасалған үлестірмелі материалдар және металдан, ағаштан, шыныдан, резеңкеден, пластмассадан жасалған заттардың суреті бейнеленген карточкалар. Ойын шарты, алдарындағы ұяшықтарға бөлінген үлгіге металдан, ағаштан, шыныдан, резеңкеден, пластмассадан жасалған заттардың суретін топтастырады, атауларын атайды. Қауіпсіздік ережесі, дидактикалық ойындардың бөлшектерін пайдаланғаннан кейін қораптарға салу және орнына қою. Ойын бөлшектерін және басқа да ұсақ заттарды өзіңмен бірге алуға болмайды.